Адвокаттардың міндеті өзінің клиенттеріне заң көмегін көрсету, арыз шағым жазу және клиентінің мүддесін сотта қорғау болып табылады. Қазіргі таңда көп адвокаттар өзінің міндетінің не екенін ұмытып кетіп, ақшаны кім көп берсе, соған сатылып жатқан адвокаттар аз емес. Кейбір адвокаттар қылмыскерлерге болған адвокаттар, енді болса да қылмыскерлер өзі қылмыскер болғаннан кейін ақшаны аз бермейтіні анық. Сол қомақты ақшаға құныққан адвокаттар қылмыскердің қылмысын жасыру үшін өздері қылмысқа барып жатады. Осы күнге дейін мен өзім 8 адвокат жалдадым. Бірінші істі көрген кезде, танысқан кезде қай-қайсы болса да, ол істе өте үлкен заңбұзарлық және қарсы тараптың қылмыс жасағандарын айтып тұрып, 1-2 ходатайство жазып, одан ары аса алмай қалады. Қайта-қайта хабарласып, адвокаттарыма әрең байланысқа шыққан кезде, олар процестемін, не жиналыстамын деп құтылады. Осы жағдай 2-3 айға созылғаннан кейін, мен амал жоқ уақытымды өлтірмеу үшін басқа адвокат жалдауыма тура келеді. Өзім сияқты жәбірленушілерден естуім бойынша, кейбір адвокаттарды құқық қорғау қызметкерлерінің өздері қорқытып қояды екен. Өздерінің қызығушылығы бар істегі қарсы тараптың адвокатына, егер мансабыңнан айырылғың келмесе, сен оларға өздігіңнен заң көмегін көрсетпе, оларға көрсетпеймін деп те айтпағын. Сонда өгізде өлмейді, арбада сынбайды деп айтады екен. Менің де адвокаттарым да осылай қорқытып қойды, немесе ақшаға сатылды деп ойлаймын. Қандай жағдай болса да, халықтың көз жасына қалып, аманаттарына қиянат жасамаңдар. Табысым табытқа айналмасын десеңдер, қызметтеріңе адал болыңдар, адвокаттар.